Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен өзімнің жиі жасайтын өте дәмді шоколадты қайнатпалы кремнің рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен ыстыққа төзімді ыдысымызды дайындап аламыз. Жұмыртқаның сарысын, қантты, какаоны, жүгері, крахмалын және сүтті құйып жақсылап араластырамыз. Енді осы сұйық массамызды су құйылған ыдыстың үстіне қойып, яғни водяной баняда орташа отта тоқтатпай қоюланғанша араластырып тұрамыз. Менің крем шамамен 15-20 минутта қойыланды. Газдан түсіріп, ыстық күйінде бетін қатып қалмасы үшін пищевой пленкамен тақап жабамыз. Суыған соң тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қоя тұрамыз. 2-3 сағаттан кейін үй температурасында еріген сары майымызды шұңғыл ыдысқа салып, миксермен ағарғанша үлкен жылдамдықта жақсылап араластырып аламыз. Шоколадты массамызды тоңазытқыштан шығарып, аз-аздан майға сала отырып, біркелкі болғанша миксермен араластырамыз. Міне осындай формасын ұстап тұратын өте дәмді креміміз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көруге сіздерге кеңес беремін. Рецептім пайдалы болса, лайк басып, арнама тіркеліп қойыңыздар.